Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен центрге шығып баратырмын, өзіміздің центрге. Алматтың музыкасы, бүгінгі киім осыға кие салдым, жеңіл. Әрі не ыңғайлы. Қазір аяғыма макаси кием. Сонымен шығатын болым. Сағат уже 3:30 болып жатыр, концерт 4-те басталады. Бүгін музыкадан соңғы қоңырау. Кел. 8 мен 9-жымыз. Уже жиналып жатыр ма? Бүгін бізде Алматтың соңғы қоңырауы болды. Бұл музыка мектебінде концерт берді и артынан жиналыс болды. Мына жерде хор қазір айтып жатқан балалар, одан кейін домбыра шығады, гитара шығады, скрипка, баян, тағы да басқа аспаптар ойнатылады. Мен жартысын ғана түсірдім и звуктарын алып қойдым. Грамота беретіндерге грамота беріп жатыр. Мен Алматы алатын шығар десем, грамота біз сольфеджио сабағына қатыспаған екенбіз. Бұл жерде сольфеджио сабағына барған оқушыларға грамота берген екен. Алматтан сұрадым, неге алмадым деп едім, менде бокс бар ғой дегеннен кейін үндеген жоқпын деп. Жиналыс 2 сағатқа созылған екен. Біз үйге 6:30-да келдік. Магазин араладық. Магазин неге араладық? Өйткені ақша салу керек болды банкоматтан. Сондықтан өзіміздің жағымыздағы магазиннен тоқтамай, сразу есіктің алдынан түсетін болғандықтан, центрдегі магазиннен сразу салдық ақшаны. Мына жерде Алмат баянда ойнап жатыр. Бұл жерде бізде трио, 2 шығарма ойнады. Бұл жерде әпкейде өзінің бұрынғы класс жетекшісі де отыр. Алматта видеоға түсіріп, алғашқы әпкейі бастауыш мектепте берген. Биыл біз баян үйірмесінде 1-ші сыныпты бітірдік. Былтыр біз 0-вой сынып едік, биыл 1-ші сыныпты бітірдік. Баян үйірмесінде 6 оқушы бар екен. Баянға қатысатын домбырадан өте көп, 7-ген ба содан көп екен, қалғандарынан 10 шақты 7 дегендей баяннан 6 ұл бала бар екен. Ата-аналар жиналысында оқушылардың жетістігін айтты, қанша көлемде қаражат жұмсағандарын айтты. Біз 1 жылда 9.000 теңге төлейміз, айына 1000 теңгеден айналып тұрады. Сол берген ақшадан не істеді, не қойды, қандай көлік алды, қай жарыстарға барды, канцтабар дегендей сондайлардың барлығын отчет берді бізге. Директоры сөйледі, сонымен аяқтадық. Мына жерде енді үлкен топтар, бұлар енді концертті аяқтап жатыр. Бұл концерттің соңғы музыкальныйға оқиын деп отырсың ба? Музыкаға түсейін деп отырсың ба? Жоқ, негізі оқи бересің, 5 теңге негізі кетесің ғой. Бірақ өзің білесің. 6 сыныпқа, 6-шы, 7-шы мектепте бітіре салып. Мектепте бітіре салып. Алматыда.
9'du bitirdi da. Chetga chiq. Chiqmang. Muzikadan keladi, jinosi bo'ldi. Shu konsert berdi. So'ng sho'rlik kelatirman. Muzikadan. Soat qancha ishin 6 gashin bo'lmay, Xudoy, qancha ishin bo'ldi. Uyga borib shay ishik. Basimizni jazayıq. Бұл енді бізде келесі күн мен қалаға шығып кеткен болатын, сондықтан кеш келдім, шаршап келдім. Үйде енді адамдар түскі ас ішкен, сөйткенде дастарханды жинамаған, қалдырып кеткен, сондықтан осы жерді жинастырып жатырмын. Бір жағынан үйді де жинастырып жатырмын, көп болды негізі үй жинастырмағаныма. Қанша күннен бері далада жүргендіктен кешке таман түстен кейін келем, шаршап келгеннен кейін үй жинауға жаңағы уақытым жоқ болды. Сонымен келгеннен кейін демалғаннан кейін уже тамақ басталады дегендей. Сонымен үйдің жайы қалып кеткен болатын. Сондықтан бүгін кішігірім жинастырып қояйын дедім, шаңдарын сүртіп. Далада қанша күннен бері жел тұрып жатыр, қанша дегенмен де азанда есік ашам, сондықтан үйде шаң толып қалған сияқты көрінді маған негізі. Сондықтан үйдің ішінің шаңын сүртіп жүрмін, осы столдың үстін. Одан кейін бізде жаңағы телевизор тұратын подставка бар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осы жерде өте көп шаң жиналды, өйткені төсек осы жерде орналасқан. Бүгін далада жүргеніме 3-ші күн болды. Бүгінгі ерекше болды, өйткені қатты шаршап келдім. Жаңағы жолда су алған жоқ болатын, тез үйге жеткім келді шын айтқанда. Сонымен үйге келіп, жаңағы шайымды ішіп, тамағымды ішіп, өз-өзіме келгеннен кейін сразу тамаққа кірістім. Сонымен үйді де жинап тастайыншы деп ойладым. Мына жерде енді Алматы сабақтан келген болатын, қарным қатты ашып кетті деді, айран ішейінші деді. Сонымен айран ішіп отыр сабақтан келгеннен кейін. Негізі бүгін әжептәуір қолына ақша беріп жүрген болатынмын. Сөйтсем өздері жаңа чайпиде жасапты, өз араларында жаңа жинап. Сонымен не алдыңдар, жейтін нәрсе алдыңдар ма десем, жоқ, жейтін нәрсе алған жоқпыз, тек қана жаңағы напиток іштік деді. Сонымен қайтқан бұлар. Енді қарны ашып келгеннен кейін сразу сабақтан келе салып холодильниктен айранды алып қойып отыр. Сөйтіп қазір мен айран мен нан жеймін дейді ғой. Мына жерде енді үйді пылесостап жатырмын. Тез пылесостадым дағы, сонымен сіздерсіз полды жудым негізінен. Негізі мен осы комнатаны пылесостағанды ұнатпаймын, өйткені кілемі пылесоспен бірге жаңағы не істеп кете береді, лесіп кете береді да, жабысып. Сонымен осы жерде ең ұнамайтын осы комната маған. Көбінесе кілемдер жиналып қала береді, и жаңа уголоктың асты ең қиындау, нанның қоқымы көп дегендей, арғытам оңайлау, мына тамғайын кезде кәдімгідей қиналам, и жинағым да келмейді осы жерді. Енді бұл апта бойы өйстіп далада жүретін сияқтым көбінесе, өйткені ендігі суббота, осы суббота мектептің жиналысы болады екен. Одан кейін тағы не болады? В общем, сондай көп жиналыстар болады, сол жиналыстардың барлығына қатысу керек сияқты. Мінеке барлығын жинастырып болды, пылесостадым, шаңын сүрттім, полын жудым. Мына жерде Алматы әлі жаңағы айран ішіп отыр. Видеом аяқталуына жақын қапты. Сіздермен қоштасайын. Сау саламатта болыңыздар.